достар. Бүгін сіздермен Майкен Брат. Бүгін біз өте керемет ойын ойнаймыз. Бұл ойынның аты футболный победитель. Ал көрейік старт. Кубка таласайық. Мен сіздерге әзірше бір-ақ таймын өтіп берейін. Az болсын істейміз. Енді өзімізге өстіп таңдаймыз. Достар өстіп бәрін таңдап біткеннен кейін біз кубка таласамыз. Бұл кубок бастаймыз. Мен әзірше Португалия, Германиямен ойнаймыз. Ал кеттік. Екі ең мықты әлем чемпионаттарына қатысқан футбол командаларымен қазір біз футбол ойнаймыз. Ал кеттік, бізге сәттілік тілеңіздер. Егер Португалияны қолдайтын адамдар болса, комментарияға жазып отырыңыздар. Португалияны қолдасаңыздар, комментарияға жазыңыздар. Окей, комментарияға жазып отырыңыздар. Енді Португалия жайлы не айтсам болады? 2006 Еврода ұтып алды, кубок, чемпион болды. Германия болса 2015 жылғы Бразилияда өткен ойында чемпион болды. Енді не айырмашылық? Вратарисі, Португалия вратарисі өзімен өзі қуып кетті. Енді удар. Опа. Жүгір. Вратарисі тақпалды. Егер футбол сүйер қауым болатын болса, футбол сүйетін адамдар болатын болса, қазір лайктарыңызды басып подписать етіп отырыңыздар. Қазір әдемі гол кетеді. Окей. Қазір Германия кетті шабуыл. Штраф алдық. Енді Португалияны қолдайтындар ұтсын деп тілеңіздер. Бір неден аман қалдық. Қазірше 0-0 пенальти қылуға болады. Егер сіздерге бұл ойын ұнап жатса, өздеріңіздің телефондарыңызға жүктеп алуларыңызға болады. Аты футболный победитель, көп памятті алмайды. Бұмен жақсы видеоларда түсіруге болады. Міне угловой қазір. Әдемі голдың иесі болдық. Гол! Кім салды? Хелдер постинг гол. Португалияда бір гол бар. Енді ұтамыз деген ой бар менде. Енді міне өзімізге допты алдық. Атакаға үміт бар. Криштиану Роналдомен алдық көреміз. Окей. Алдан қалдық. Германияда жақсы ойнайды негізі. Қазір біраз бізді күтті. Штрафной. Бұл жерде штраф болмаса да, болса да штраф қыла береткен бір жаман жері. Енді біз осы футболдың қазір дамыған уақытта компьютерді ойнап PES 2016 түсірейік па, түсірмейік па? Егер түсіретін болсақ, түсір десеңіздер, комментарияға жазып жіберіңіздер. Сол кезде түсіреміз. PES 2016, FIFA 16-ның қайсысын түсірейік? Енді FIFA 16-ға өзім онша қатты қызықпаймын. Негізі көбінесе PES жақсы. Кеттік. Енді бірінші тайм бітті, следующий половина. Ал кеттік. Негізі қазір сіздерде осы енді бізде 100 подписчикке барғанда стрим болады. Сол стримде менің
стримді асыға күтіп жүрсеңіздер, лайк басыңыздар. Бізде стрим өте қызығырақ болады басқа каналдарға қарағанда. Ол стрим қазір гол! Жоау. Гол. Қазір Португалия 2 гол салды. Көреміз енді, тағы да гол салуға тырысамыз. Атакаға жақсы бір мүмкіндік. Фаспен ойнаймыз енді. Немесе уақыт созып отыру керек. Штраф қалай болмады, штраф. Криштиану Рональдомен гол салып көрейік. Міне Рональдо. Бұл Рональдо деген қазірдегі әлемдегі ең қымбат ойыншы. Дини пас. Удар. Ай. Әдемі голдан айырып қалдық. Достар, енді жақсы да видеолар, бұдан да жақсы видеолар шықсын десеңіз, әртүрлі бізге просмотр етіп, подписать етіп отырыңыздар. Мені қазір тағы кетіп баратыр. Мен негізі футболды қатты жақсы көрем. Сондықтан да сіздерге футбол жайлы деп әңгімені айтып отқанда Португалия тағы гол салды. Гол! Кеттік. Енді 3-0. Германия қазір бізге чымау қалды. Ой, қатып қалды ғана. Өзінің бір ойбай меғылан ауынан өткізіп жіберді. Қазір өте қызық. Ой, гол! Германия бір гол салды. Мейлі ештеме етпейді, кеттік. Мені біз өзімізге атакаға көштік. Мені Криштиану Рональдо. Гол. Ой, гол болмай қалды. Криштиану Рональдомен гол салам ба деген ой бар еді. Ой, ауымнан өткізіп жүрді ғой. Егер достар мен минусын болып жатса айтыңдар, келесі жолы тағы да видео түсірем. Сол кезде ол минустарымды жасамаймын деп уәде берем. Қазірше менде опыт жоқ. Енді жаңадан бастадым. Сондықтан да енді менің минустарымды қатты санамай қойыңыздар. Пепе Реал Мадрид командасына ойнайды. Лига Вивен. Сондықтан кеттік енді. Пепемен атакарсек. Гол сал. Алдады. Молодец, Пепе. Ұттық, достар. Енді достар, бұл видео ұнап жатса подписать етіңіздер. Бұл видео ұнап жатса подписать етіп, лайк басып отырыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар, достар. Әлі алдымызда жақсы видеолар